Рухани ояну деген не? Көбі сұрап жатады. Және қалай оянамыз деп. Рухани ояну деген мына біздің ой қиялымыздың кесірінен болып жатқан өмірлік сценарийлерден ажырау. Яғни өзіңнің шынайы тамырыңа үңілу. Қайдан шықтың, қайда бара жатсың? Жалпы сен кімсің? Осы денесің бе, жансың ба, рухсың ба, немесе құдайсың ба, немесе мына космостың бір бөлшегісің бе, тағысын тағы деген сұрақтарға нақты жауабыңды алу. Сен таста болуың мүмкінсің, жанда, рухта, құдайда болуың мүмкінсің, немесе соның біреуі де емессің. Осы түсінікке келу. Яғни бүкіл әлем мен бүкіл әлеммін. Және де өміріміздегі болып жатқан кез келген мәселелерді біздің жазалаушымыз немесе бізді қуантушы деп бөлмеу. Себебі өмір іштен сыртқа шығып жатыр. Біздің мына ой қиялымыз, наным сенімдеріміз осы өмірді құрап жатыр. Кармалық бір шиеленістерге байлап жатыр. Осыдан ажырау үшін ояну керек. Яғни бақылаушы болу керек. Осы өмірдің өзі болуың керексің. Сондықтан Құдай әрбіреуіміздің оянғанымызды қалайды. Және сол оянған адам арқылы осы әлемді құрайды, дамытады, өрлетеді. Бұл жерде оянбаған адам бұл әлемге керек емес деген сөз емес, немесе Құдай оянбаған адамды жақсы көрмейді, сол адамды бір бақытқа жетелемейді деген сөз емес. Оянбаған адамның құндылығы оянған адамның құндылығымен бірдей, айырмашылық жоқ. Оянбаудың өзі әдемі, бірақ оянғанда ғана біздің қиналыстарымыз, проблема деп аталатын жағдайларымыз тоқтайды. Ол деген сөз өмірімізде шешілмейтін жағдайлар орын алмайды деген сөз емес. Біз сол жағдайлардың ішіне эмоционалды түрде кірмейміз, бақылаушы боламыз. Сол себептен сол қарызың, ұрыс керісің, өзіңе ұнамайтын қарым қатынасың өзі шешіледі. Себебі